Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Құрметті бауырлар. Алла Subhanahu тағала баршамыздың істеп жатқан құлшылықтарымыз, ғибадаттарымызды қабыл етіп, осы дініміздің үстем болу үшін әрқайсымыз үлес болып нәсіп етсін. Соңғы кездері осы әлеуметтік желіде әртүрлі адамдар отбасы қарым-қатынас жайлы көп әңгімелер айтылады, әртүрлі сөздер айтылады. Бірі шариғатқа қайшы келсе, екінші шариғат таразысына сай келмейтін әңгімелер айтып жатады. Осы тұста біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның отбасындағы өз-өзін ұстауы, өзінің әйелдермен мәмілесі жайлы аяттарға және хадистерге үңілетін болсақ, таңғажайып жайттарға тап боламыз. Сол жайттардың бірі имам Тирмизи рахимахуллах тағала өзінің Шамал Мұхаммадия кітабында, сонымен қатар имам Бухари және имам Муслим басқа да ислам тарихында ұлы мұхаддистердің келтірген оқиғасы сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл оқиғаны Айша анамыз айтады, және имам Тирмизи рахимахуллах тағала Шамал Мұхаммадия кітабында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кешке қарай әйелдермен әңгімелесу бабында, яғни арабша самар деп аталады, сол бапта келтірген. Бұл қисса Айша анам жеткізеді, және бұл қиссада байқағанымыз Айша анамыздың қаншалықты араб тілін терең меңгерген адам екенін байқаймыз. Сонымен қатар бұл қиссада Айша анамыз 11 әйелдің хабарын жеткізеді. Және имам Тирмизи рахимахуллах тағала сөзін былай деп бастайды. Ва анха, яғни Айша анам жеткен хадисте айдан қаулат, Айша анам былай деп айтады. Жәләсәт ихта ашрата имраатан. Бір күні 11 әйел жиналып отырады. Хатахадна ва тaqadna әллә яктумна мин ахбар азважихинна шай'a. Және олардың келіскен дүниесі біз ерлеріміз жайлы ешқандай зат жасырмай ашық айтамыз деп келіседі. Енді осы айтылып жатқан хадисті немесе қиссаны көз алдыңызға елестетсеңіздер болады. Дастархан басында немесе бір жиын мәжілісінде 11 әйелдің жиналғандығы. Және 11 әйел өзара келіседі, шарт қояды, әрқайсымыз күйеулеріміз жайлы шындықты айтамыз деп. Және мейлі жақсы жағынан болсын, немесе жаман жағынан болсын, күйеуіміз қандай, соның бәрін айтамыз деп өзара келіседі. Сөйтіп келіскеннен кейін алғашқы әйел сөзін бастайды. Фақалатил ула, алғашқы әйел айтады. Зауджи лахмул жамал ғассун, аля руси жабал вa'рин, ла сахлун файуртақа, ва ла самин файунтақал. Және бірінші әйел күйеуін былай сипаттайды. Менің күйеуім түйенің еті сияқты дейді. Және бұл жердегі түйенің еті де мақсат, араб тілінде түйенің еті қатты мақтала бермейтін заттардың бірі. Және ғоссын дегеніміз бұл еті аздау, кеуіп қалған, кішкене нашарлау етке айтады. Және әйел бұл жерде көне арабтың әйелдері болғаннан кейін, және бұны осы қиссаға түсініктеген ғалымдар айтады, бұл жиналған әйелдер Йеменнің әйелдері еді дейді. Және осы Йемен әйелдерінің араб әйелдері жиналған кезде күйеулерінің пайдасы аз, отбасы тіршілігіне аз көңіл бөлетін ер адам екенін баяндау үшін әйелдің айтқан сипаты күйеуім қатып қалған түйенің еті сияқты деп айтқан. Яғни бұл жерде мақсат күйеуімнің отбасына келтіретін пайдасы өте аз деген мағынада. Екінші сипаты аля руси жабал вa'рун, яғни күйеуімнің түсінігі аз. Бұл жерде мақсат күйеуім бір жоғары тауда тұрған зат сияқты. Бұл жерде жоғары тауда тұрған зат сияқты мақсат күйеуіме бір зат жеткізу, түсіндіру қиын дейді. Яғни күйеуімнің бір зат түсініп, оны ұғынып кетіп істеуі қиын дейді. Ла сахлун файуртақа деген мақсат, бұл жердегі сөз, яғни күйеуіме бір затты ұшын айтатын болсаң, түсініп кететін адам емес дейді. Яғни бір зат түсіну өте қиын, жеткізуі және қабылдау өте қиын адам деген сөз. Оля самин файунтақал деген мағынасы, күйеуім дейді, сондай сараңдау адам, адамдар біздің үйге келіп, адамдар кіріп шығып жатпайды дейді. Яғни күйеуімнің сараңдауған себепті біздің үйге адамдар өте аз келеді деп, бірінші әйел осылайша өз күйеуін жамандаған еді. Енді бұл жердегі бірнеше араб тілінің грамматикалық немесе риторикалық ережелеріне қатысты тікелей аударма емес, сіздермен балама аудардық, бірақ негізі кейбір мәселелерде тікелей аударатын болса, қазақ тілінде мағынасын бермейді. Сол себепті сіздерге хадистің негізі мағынасын жеткізуге тырыстық. Бірінші әйел өз күйеуін жамандады. Күйеуі
пайдасы аз деді, және бір нәрсені түсіну қиын деді, және күйеуі сараңдау болған себепті адамдар ол кісінің үйіне көп келе бермейтінін баяндады. Сөйтіп екінші әйел сөзін бастайды. Қалати фәния зауджи ла абуссу хабараху. Мен күйеуім жайлы сөз қозғамай ақ қояйын дейді. Яғни бұл жердегі әйелдің айтқан сөзі, мен күйеуім жайлы ешқандай сөз айтпай ақ қояйын. Егер мен қазір күйеуімді айтатын болсам, ини ахоф әлі азараху, яғни күйеуім жайлы сөз айтып бастайтын болсам, күйеуімнің жамандықтарын санап тоқтай алмай қаламын дейді. Яғни одан да мен үндемей қоя салайын. Егер күйеуім жайлы айтып бастайтын болсам, оны тоқтай алмай қаламын, оның кемшіліктері өте көп деп айтады. Иназкуру азкуру ужараху бужураху. Егер мен күйеуімді айтып бастайтын болсам, оның бүкіл жасырын болсын, жасырын болсын, сыртқа көрінетін болсын, немесе сыртқа көрінбейтін қандай да кемшіліктерім бар, соның бәрін айтып тастап, кейіннен өкініште болып қалам деп, екінші әйел күйеуін жамандықтар айтқан жоқ, бірақ күйеуінде ондай кемшіліктер бойында өте көп екенін айтып, осылайша тоқтаған болатын. Яғни ожурах бужурах деген сөз күйеуінің сыртқыда кемшіліктері, ішкіде кемшіліктері өте көп еркек екенін айтқан. Екінші әйел өз күйеуін осылайша жамандады. Үшінші әйел сөзін бастайды. Қалати сәлиса зауджи ашаннақ. Менің күйеуім дейді, ашаннақ дейді. Ашаннақ деген сөз күйеуінің мінез құлқы өте жаман адам дейді. Яғни сондай бір Алла субхана тағала берген мінезі бар. Мінез өте ауыр, яғни еш нәрсеге қарамай сондай бір дөрекілік танытады дейді. Инанты уталлиқ. Егер сөз сөйлейтін болсам, яғни күйеуім жайлы оның кейбір кемшіліктерін айтып бастайтын болсам, онда бұл күйеу маған бірден талақ береді. Айшаға қарамай бірден талақ беріп жібереді дейді. Және айтады. Уин аскут уаллақ. Егер күйеуімнің бұл мінезіне шыдап жүре беретін болсам, ешқандай шағым айтпайтын болсам, бұл күйеуім меніне талақ қылып, маған ажырасып, менен өз жаймен жіберіп қоймайды, немесе маған әйелі сияқты қарым-қатынас құрмайды дейді. Яғни күйеуі сондай әйелін не ажырасып тастап кетпейді, не басқа кісіге тұрмысқа да бермейді, сөйтіп екі арада әйелді қинап қоятын ер адам деп сипаттайды. Яғни үшінші әйелде өзінің күйеуінің сондай мінезінің дөрекі екенін айтып осылайша сипаттайды. Енді қарап отырсаңыздар, алғашқы үш әйелдің айтқан сөздерінің бәрі тек қана күйеуін жамандаумен келе жатыр. Төртінші әйел айтады. Қалати рабиа зауджи кайлайли тихама ла харун ва ла қаррун ва ла махафат ва ла сәмәті. Және баянды төртінші. Менің күйеуім дейді, бұл тахаманың түні сияқты дейді. Тахама бұл түсінікті болу үшін, бұл сол араб жазирасында салқын табиғаты, ауа райы орташа болған жерге айтады. Және кейбір мамандардың осыған Шамал Мұхаммадия шарықшы ғалымдар айтады. Тахама дегеніміз ол қазіргі кезде Мекке қаласына жақын Жидда дейтін қаланың баршамызға белгілі. Сол қала жағында кішкене теңізге жақын, ауа райы адамға жағымды сондай ел мекендегі жерге айтады. Ол жерде мақсат, ол күйеуімнің мінезі орташа, ол тахаманың түні сияқты дейді. Енді бізде кей кезде қазақтар ана қыстың күні үй жылы болатын болса, Ташкент сияқты жататын кездер болады ғой. Тура сол сияқты күйеуінің мінезі көркем екен, жақсы екен баяндау үшін тахаманың түні сияқты дейді. Ол қатты ыстық та емес, қатты суық та емес дейді. Яғни күйеуім орташа адам дейді. Не қатты жаман емес, және қатты суық та емес. Оля махафат оля сәмәті. Және күйеуім андай қорқатын еркек емес дейді. Жаңа алғашқы кейбір баяндаған әйелдердің күйеулері ұрып жіберетін, дөрекілік танытатын ерлер еді ғой. Ал төртінші әйел айтады, менің күйеуім лә махафаты, күйеуімнен қатты қорықпаймын, қорқынышты болатын жайт та жоқ. Лә сәмәті, және күйеуім андай іш пыстыратын ер емес дейді. Кейбір кісілер жаңа өзінің әйеліне көңіл бөлмей, ешқандай әңгіме дүкен құрмай, әйел ішін пыстырып жүретін ерлер болады. Ал менің күйеуім дейді, ондай емес, күйеуіммен сөйлескен жағымды деп баяндайды. Ал енді бесінші әйел айтады сөзін. Қалатил хамиса зауджи индахала фахида. Менің күйеуім дейді. Менің күйеуім гепард сияқты дейді. Енді осы жерде күйеуім гепард сияқты дегеніміз бесінші әйелдің сөзіне. Ғалымдарда бірнеше пікір бар. Кейбір ғалымдар бұл жерде күйеуім гепард сияқты мақсат, күйеуім үйге кіре сап, ай-жайға қарамай, әйелін жатын бөлмеге алып кететін еркек дейді. Яғни сен тамақ істеп жатсың ба, басқа істеп жатсың ба, еш нәрсеге қарамай, күйеуін жатын бөлмеге алып кететін еркек дейді, ай-жайға қарамай. Бірінші ғалымдар осындай көзқарас қолдайды. Яғни бұл жерде мақсат, әлгі ері әйеліне қарамай жұмыс не нәрсе істеп жатыр, елемей-ақ бірден арғы бөлмеге кетіп алып кетеді дейді. Екінші ғалымдар айтады, бұл жердегі арабтарда көп жағдайда гепард және арыстан, бұлардың мысық тұқымдас жыртқыштар.
ал мысыққа тән нәрсе ол көп ұйықтау дейді. Және бұл жерде бесінші әйел бір шетінен күйеуі мақтағанымен екінші шетінен күйеуін даттауы мүмкін дейді. Бұл жерде мақсат күйеуі үйге кіреді да үйдің шаруасына көңіл бөлмейтін еркек дейді. Яғни үйде не болып жатыр, анау не болып жатыр, мынау не болып жатыр, оған көңіл бөлмейді дейді. Яғни мысық қалай ұйықтай беретін болса, күйеуі де дым болмаған сияқты ұйықтайды да үйдің шаруасына көңіл бөлмей шығып кететін еркек деп сипаттаған дейді. Уайын хаража әсәд әсида, егер күйеуім сыртқа шығатын болса, онда күйеуім арыстан дейді. Арыстан деген сөз қоғамда орны бар, ол кісінің сөзіне ел тоқтайтын, сондай бір қоғамда өзін мықты ұстайтын ер адамды сипаттайды. Яссалу амма яхид дегеніміз, ер адамдар енді әртүрлі себептермен кейде сапарға шығады. Сапарға шыққан кезде отбасымызға, әйелімізге, бала шағамызға жеткілікті мөлшерде мүмкін артық қаражат қалдырып кетеміз. Бұл кісінің сипаты сондай, отбасына берген қаражаттан, әйеліне берген ақшадан сұрамайды дейді. Не үшін жұмсадың, қай жаққа кеттің? Бұл енді ер адамның жомарттығының көрінісі. Кейбір кезде кейбір ерлер үйлеріне берген, бала шағасына берген ақшаны немесе әйеліне берген ақшаны әр зат қай жаққа жұмсадың, маған отчет бер деген сияқты сұрайды ғой. Ал бұл кісі болатын болса, әйеліне береді, арғы не істегеніне сұрамайды дейді. Бұл бесінші әйел айтқаны. Енді алтыншы әйел айтады. Қалати сәдисә. Зауджи инаккала лаффа. Менің күйеуім дейді, жейтін болса, дым қалдырмай жейді дейді. Яғни түк қалдырмай алдынан келген затын бәрін жеп қоятын ер адам дейді. Яғни тамаққа ашкөздік танытатын ер адам дейді. Уайын шарыба иштаффа. Егер су ішетін болса, өзінен еш нәрсе қалдырмай, түгелдей бәрін ішіп, дым қалдырмай, сондай ішіп қоятын қомағай еркек дейді. Және айтады, уайын иттаджаға илтаффа. Және күйеуім дейді, егер ұйықтайтын болса, төсекке ұйықтаған кезде бір жағымен ұйықтап, әйелімен бірге бөлісетін көрпені өзіне қаратып алып ұйықтайтын ер адам айтады. Яғни бұл әйелде өзінің күйеуін даттайды. Яғни түнде ұйықтаған кезде бір көрпе болатын болса, ер адам бір жағынан жығып алады да, өзіне көрпе бар, қасындағы әйелін ойламай, сөйтіп түнін өткізетін ер адам деп айтады. Бұл да әйел өзінің күйеуін мақтамайды. Және айтқан сөз, «Уәлә юләжіл каффәл яғлама бәтті». Және күйеуім дейді, сондай қаттылығы бар. Егер мен ауырып жатсам, төсек тартып жатып қалсам, ерім қасыма келіп, қалың қалай, не үшін ауырып жатсың деген сияқты сөз қозғамай, осылайша жүре береді дейді. Яғни әйелін қалың сұрамайды, не үшін ауырып қалды, мүмкін саған бір жәрдем керек шығар деген сияқты еш нәрсе сұрамай кетіп қала беретін еркек деп айтады. Жетінші әйел сөзін бастайды. Зауджи аяя ау ғояя. Яғни айтады, менің күйеуім дөрекі дейді. Және өте бір қаттылау, надандау келген адам деген сөз. Ғояя, сосын табаққа деп айтады. Табаққа дегеніміз, яғни өте ақымақ адам, кішкене бір дөрекілік танытатын, бір жұмсақ танытпайды, сондай бір қаттылау адам деп айтады. Ғояя ва табақа. Күлі дәйін ләху дәун. Яғни күйеуім бойында, күлі дәйін ләху дәу деген сөз, яғни менің күйеуім бойында адам баласында қандай кемшіліктер жиналуы мүмкін болса, соның бәрі менің күйеуім бойында жинақталған деп әлгі сөзін бастайды. Кейін былай деп айтады. Шәджәки, яғни айтады, күйеуім дейді, егер ұратын болса, басым жарады дейді. Офәлләки, және егер күйеуім ұратын болса, бірінші басым жарады десе, енді фәлләки дегеніміз, күйеуім егер ұратын болса, әлгі сүйектерім сындырып жүретіндей қылып қаттыға ұрады дейді. Ау жама күллі ләки дейтін болса, керек болатын болса, басын да жап, және сүйегін сындырып жүретіндей қылып істейтін ер адам деп айтады. Яғни бұл әйел кісі өзінің күйеуін соншалық дөрекілік жаман екенін айтып даттайды. Сөйтіп сегізінші әйел өз сөзін бастайды. Зауджи әл-мәссу мәссу арнап. Менің күйеуімнің сипағаны, оның сипағаны бір жұмсақ болған қоянды сипағандай деп айтады. Бұл жердегі мақсат әлгі күйеуінің өз-өзіне күтім ұстауы, өз-өзін қарауы, гигиенасына қатты қарауы, әлгі мамық қоян сияқты дейді. Варих зарнаб, яғни оның үстінен шығатын иіс хош иісті дейді. Және бұл жердегі мақсатты ғалымдар түсіндіреді. Бұл жердегі мақсат әлгі сегізінші әйелдің күйеуі өзіне өте қатты жоғары деңгейде қарап, тазалық мәселесіне қарап, соны әйелін сипаттаған кезде күйеуінің тазалығымен және үстінен шығатын хош иісімен мақтанғысы келеді. Және бұл әйел байқағанымыздай ердің киімінің, өзін ұстауының да басқа тазалығының көрінісі. Тоғызыншы әйел айтады. Зауджи рафиал аймат дейді. Менің күйеуім деп жатыр.
Ол Рафиул Аймат дегеніміз күйеуімнің тегі құрметті отбасынан дейді. Және Рафиул Аймат бұл жердегі менің күйеуімнің отбасы жоғары деген. Бұл жерде жоғары мақсат, яғни тегі жоғары шарапатты отбасынан деген сөз. Тәуілі Наджат дегеніміз күйеуінің дейді қылыш ұзын дейді. Енді бұны араб тілінде киная деп аталады. Яғни күйеуінің бойын ұзындығын айту үшін күйеуінің бойын ұзындығы емес, бәлки қылыштың ұзындығын айтады. Яғни күйеуімнің қылыш ұзын дейді. Автомат түрде араб тілін білетін адам, бұл жерде білетін адам түсінеді. Ол күйеуінің қылышын үлкен деп айту арқылы күйеуінің бойын ұзындығын айтқысы келіп жатыр. Яғни мен 9-шы жері күйеуім мақтап жатыр. Менің күйеуім жақсы насаптан, жақсы тегінен шыққан дейді. Және күйеуімнің қылышы ұзын да мақсат, күйеуімнің бойы ұзын, сондай ет жеңді, мықты деген ер адамды айтады. Азим Рамад және менің күйеуімнің күлі көп дейді. Бұл жерде күлі көп деген сөз араб тілінде бұл күйеуінің жомарт деген көрінісі. Және бұл да айтқанда араб тілінің киная риторика ілімдерінің көрінісі. Не үшін күлі көп айтылады? Өйткені үйіне көп адам келеді. Көп адамның келуі көп тамақ істеу талап етеді. Көп тамақ істеу талап етеді, сол заманда адамның күлінің көп болатын көрінісі. Яғни оның тамақ көп істейді, көп адам келеді айтпай, күлі көп те айтатын болса, арабтарда бірден түсініп қояды, ол адам жомарт екендігі. Яғни бұл жердегі әйел кісі өзінің күйеуін мақтап жатыр. Менің күйеуімнің үйінде күлі көп дегенде мағынасы ол көп қонақ күтетіндігін айтады. Қарибул бәйти минан нат. Және күйеуім дейді, адамдардың ақылдасатын мәжілісіне өте жақын адам дейді. Бұл жердегі мәжіліске жақындағы мақсат, күйеуі сол адамдар келіп, күйеудің ақыл сұрап, жөн сұрап, шешілмей жатқан мәселені осы менің күйеуім шешіп береді деп, әлгі әйел де өзінің күйеуімен осылайша мақтанады. Өйткені күйеуі сондай ақыл айтатын, жөн сілтейтін, біздің қазақ тілінде айтатын болса, би болыстардың қызметін атқарған ер адам болады. Сөйтіп 9-шы әйел өз күйеуін осылайша мақтайды. Кейіннен 10-шы әйел бастайды. Зәужи Мәлик, Ома Мәлик дейді. Менің күйеуім Мәлик дейді. Және араб тілінде Ома Мәлик деген сөз екінші рет айтылуы, және мә деген сөздің қосылуы, оның дәрежесін үлкейту үшін қолданылатын сөз. Сол үшін Алла Тағала Құранда айтады, әл-хаққо, мәл-хаққо деп қолданған кезде қиямет қайымның қандай ауыр екенін сипаттау үшін айтылады. Дұрыс, сол арабтары кей кезде мә деп сөз қолдану арқылы дәрежесін көтереді. Және 10-шы рет менің күйеуім Мәлик дейді. Ол Мәликтің кім екенін білесіңдер ме деп бақсап жатыр. Және бұл айту арқылы менің күйеуім Мәлик, сендер баяндаған 9 әйел болса, сол 9 әйелден менің күйеуім артық деген сөз. Және айтады, лаху ибл касиратул мубарак. Және бұл Мәликтің өте көп деген түйелер бар дейді. Түйелері Аллата береке берген түйелер бар деп айтады. Қалилал масарих дегеніміз, бұл түйелер аз уақыт қана жайылымда жүреді дейді. Және бұл да араб тілінің бір өзінің грамматикасы ерекшеліктерінен, түйелер аз ғана уақыт жайылымда жүреді деген мақсат, түйелері өріске шықпай жатып, семірмей жатып, яғни өріске шықпай жатып, аз уақыт жүрмей-ақ, бұл түйелері бауыздала береді деген сөз. Енді бұл да Мәликтің жомарт екен көрінісі. Өйткені түйелері аз уақыт өрісте жүреді деген мақсат, түйелері көп уақыт өтпей оны бауыздайтындығын көрінісі. Және айтады, иза самион саутил мизхар ай самион саут аут айндал ғина. Және дейді, бұл түйелер егер бір сыбызғының сыңарынан дауыс шығатын болса, онда олардың күндер жақын қалғандығын біледі дейді. Яғни, егер сол Мәликтің үйіне қонақтар келіп, адамдардың жиналған байқалатын болса, онда сол жерден жаңағындай сыбызғының дауыс шыға бастайтын болса, қазір түйелердің біреуін сойылатын біледі деп айтады. Яғни бұл жерде мақсат, әлгі Мәликтің үйіне қонақ келетін болса, бірден бір түйені алып, сойып, әлгі қонақ қылып күтетіндігін айтып жатыр. Үстіп 10 әйел өзін айтады. Сөйтіп, және бізге осы хадисіміз тікелей қатысы ол 11-ші әйел айтқан сөзі. Бұл Абу Зар деген әйелдің айтқан сөзі. Заужи Абу Зар. Және әйел бастайды 11-ші әйел. Және бізге қатысты осы. Менің күйеуім Абу Зар дейді. Айтады, әнәсі min хулиин узынай. Әлгі Абу Зардың әйел бастайды. Менің күйеуім құлақтарыма сырғала салды дейді. Және бұл жердегі анаса деген сөз, қимылдат деген сөз. Яғни менің құлағыма сырғаларды әшекейлер салып, бейне бір құлағым қимылдап тұрған сияқты күйіпке енді дейді. Бұл жердегі мақсат, әлгі Абу Зар деген кісі өзінің әйелін, осы айтатын 11-ші әйелді
сонша әшекейге бөліп қойды. Әшекей жүрген кезде әлі құлағында әшекей жүріп тұрған сияқты күйде болады дейді. Яғни бұл жерде мақсат өте көп әшекейге бөлендіріп қойды деген сөз. Мәлә мин шахми адудай. Және айтады, адамда адуд деген адамның екі тұсын айтады. Және айтады, кім Абузар менің екі шетімді майға толтырды дейді. Бұл жерде мақсат мені семіртті деген сөз. Бізде қазақтарда екі бүйір шығайын деген айтады ғой. Бүйір шығған деген адам егер нығметте болса, жағдай жақсы болатын болса, бір дүниенің таршылығын көрмейтін болса, бүйірі шығайын деп қолданады. Тура сол сияқты бұл жерде мақсат әлгі кімнің Абузардың әйеліне әртүрлі жейтін тамақтарды, қандай да нығметтерін алдына жинап қойғандығын әлгі әйел осылайша баяндап жатыр. Яғни менің екі жағымды семіртті дейді. Бұл жерде мақсат алдына, артына жемегенді де жегенді алдына келіп үйіп қойды дейді. Және бұл әйел кісі негізі кедей отбасынан, қара отбасынан шыққан әйел кісі, және айтады, баджахани деген сөз, бұл Абузар маған өз-өзіме сенімділікті арттырды дейді. Яғни өз-өзін қолдап, мені ұлықтап, қадір қасиетімді көтеріп, яғни дәл қазіргі кезде айтады ғой, самооценкасы көтерді деп. Сол Абузар өзінің әйелінің самооценкасын осылайша көтерген, дәрежесін көтерген, яғни өз-өзіне сенімділігін арттырған. Және әйел сонша өз-өзіне сенімді артып, өз-өзіме де менің сенімім арта бастады дейді. Сөйтіп Абузар әйеліне осы жақсылық істеген дейді. Кейін ары қарай әйел жалғастырады. Уаджадани фи ахли гунайматин бишаққин. Және әлгі әйел кісі негізінде кедей отбасынан шыққан әйел кісі. Және арабтарда сол заманда егер біреу қой бағатын болса, ол кедейліктің белгісі болса, ал енді байлықтың белгісі ретінде жылқы, сиыр және түйе қолданған. Және әйел кісі айтады, уаджадани мин ахли гунайматин. Және гунайма деген сөз ғанама, қойдың одан да кішкентай болған формасы. Яғни қазақтан айтатын болсақ, орысша айтатын болсақ, қазақшалар дұрыс болатын, қойшық деп айтамыз. Яғни кішкентай қойды деп айтады. Бұл жерде мақсат өте аз деген мақсатта ғой. Кішкентай қой бағып жүрген едік. Шаққо деген сөз бұл таудың төбесін айтады, немесе қиыншылықта өмір сүрген едік. Қой бағып, өз күнімізде әрең өмір сүрген адам едік дейді. Фаджағалани фи ахли сахил ва атит дейді. Және Абузар алып мені жылқылардың және түйелердің иесі қылды дейді. Сахил бұл аттың кісімен айтады, атит болатын болса, жаңағы түйеге айтылады. Яғни мені алып түйелердің және жылқылардың иесі қылды дейді. Дәис деген сөз, дәис деген бұл сол заманда жаңағы егін егетін кезде сиырларды қолданған болатын, егін егу үшін. Және бұл жердегі мені жылқылардың және түйелердің сонымен қатар егіннің иесі қылып қойды деп мақсат мені кедей қылып, кедейліктен шығарып бай қылып қойды деп мағынада ғой. Сөйтіп істеді дейді. Омунаққин деген сөз, және мені бұл Абузар жақсы тамақтар алдына үйіп төгіп берді дейді. Және мунаққин деген сөз әлгі таптаза бидай дақылдар, бидайлар, солар жеуді маған алдыма үйіп әкеп қойды дейді. Яғни бұл да арабтар үшін роскош, яғни сондай бір шарапат болатын. Соны алып келіп Абузар алдына қойып берген. Және әлгі әйел арғылай сипаттайды. Aqulu faluqabbihu. Мен Абузарды айта берем, бірақ Абуздан ешқандай кемшілігін көрмеймін дейді. Яғни соншалықты ол кісінің өз-өзіне істеген жақсылығы тоқтай алмаймын, айта берем, және Абузардың ешқандай мен кемшілігін көрмеймін дейді. Арқуду фатасаббах. Және мен ұйықтаймын дейді. Ұйықтайтын болсам, мен таң атқанға дейін, яғни духа уақытысында осылайша ұйықтаймын дейді. Бұл жерде де араб тіліне өзі ерекшелігі бар. Сол замандағы арабтарда егер бір бай әйелді, шарапатты әйел айтқысы келетін болса, яғни дүниеде қиыншылық көрмей жүрген әйел жайлы айтқысы келетін болса, бәрінше әйел духа уақытысында ұйықтайтын әйел деп айтады. Бұл жерде мақсат не үшін духа уақытысында ұйықтайды? Өйткені әйелдің қызметшілері бар, тамақтары бар, таң атпастан тұрып, жұмыс істеп, өзінің күйеуіне тамақ істеуге әзірленбейтін әйелге айтады. Сол себепті бұл жердегі мен ұйықтаймын, және таң атқанға ұйықтаймын деген мақсат, яғни менің қызметшілермен алдыма қойып қойған дейді. Соншалық қызметшілер келіп қойған, мен таң атпастан тұрып жұмыс істеуге мұқтаж емеспін дейді. Ашрабу атақаммах. Мен су ішемін және қайта су іше беремін дейді. Және айттық қой, бұл әйел кісі негізі тау жерден әйел деп. Тау жерлерде, әсіресе сол заманда араб өлкелерінде суға қол жеткізу өте қиын еді. Және әйел сондай жерден келіп, енді Абузардың қоластынан өткеннен кейін сол жерде су ішеді, және суға қанағаттанбай, қанша су ішсе де су алдында үйіліп тұр дейді. Яғни күйеуінің берген нығметтерін әлі таусып айта алмай жатыр. Осының бәрі болғаннан кейін
енді бұл әйел кісі тоқтау керек еді, Абу Зард айтып болды. Бірақ Абу Зардтың деген соншалықты құрметтеуі, сол кісіге деген соншалық сезімдігі Абу Зардты мақтап қана қоймай, Абу Зардқа жақын адамдар айтып бастайды. Умму Абизар, енді Абу Зардтың анасы. Фәмі Умму Абизар, яғни Абу Зардтың анасы қандай дейді. Негізі тоқтау керек еді ғой. Және білеміз, әйел адамдар көп жағдайда өкінішке орай кейбір кезде ене мен келін арасында жақсы қарым-қатынас болмайды ғой. Бірақ мына кісі әйел соншалық күйеуіне разы, өзінің енесін де мақтап бастайды. Уқумуха ридах дейді. Және дейді, бұл енемізді, яғни Абу Зардтың анасының дейді, ұқум дегеніміз дән дақыл салып қоятын заттарын айтады. Немесе біздің қазақ халқының түсінікті сандығы деп айтайық. Сандықтар дейді, бұл Абу Зардтың анасының кең дейді. Оның ішінде көптеген заттарды сол жаққа салып қояды дейді. Байтуха фисах, және бұл Абу Зардтың анасының үйі болатын болса кең дейді. Бұл жердегі заттар көп және үйі кең деген мақсат бірнеше мағына береді ғалымдарымыз. Яғни бұл кісінің шарапат деген түсінікті, байлықтың өрісін түсінікті, бірақ сонымен қатар қол кең әйел деген сөз және үйі кең деген сөз. Бұл да келген адамды күтіп алып, кеңшілік танытып, қонақжайлық танытатын әйел деп өзінің енесін айтып бастайды. Кейіннен бұмен шектеліп қана қоймай, Абу Зардтың баласын айтып бастайды. Ибни Абизар, Фәма Ибни Абизар, Абу Зар. Абу Зардтың баласы ол не деген керемет бала деп айтады. Маджағуху кәл мәсли шатобин. Және айтады, Абу Зардтың баласы деп жатыр. Абу Зардтың баласы не деген керемет бала деп жатыр. Оның жатысы кәмәсәлин шатобин деген сөз. Ол бала жаңағы тамақты арабтарда аз жеу үшін осылайша қолданатын сөз. Яғни оның баласының арықтығы соншалық, ол бір құрманың жапырағы сияқты ғана, яғни құрманың бір жапырағы болады ағаш тұрған, сондай ғана жіңішке бала дейді. Ұйықтайтын болса, соған жата салатындай ғана арық дейді. Және арабтарда әсіресе баласының арық болуы, ер адам арық болу мақталатын сипат. Және айтады, тушбиғуху зирауал жафра. Және дейді, ол зирау жафра дегеніміз бұл кішкентай қозының немесе лақтың алдыңғы аяғына істетілген тамақ айтады. Ет қой енді, кішкентай қозыда қандай ет болсын. Және бұның балалар мақталатын сипаттарының бірі, арық жататын жер кішкентай жерге сиып кететін болса, және тамақ жеген кезде аз ғана затқа тояды деген сөз. Яғни кішкентай қозының немесе лақтың сирағына тояды деген сөз. Бұл баланың тамақ көп жемейтіндігін көрінісі. Бұмен тоқтамайды әйел. Айтып жатыр, арға айтады. Бинти Абизар. Абу Зардтың баласы мақтаған кейін Абу Зардтың қызын айтады. Абу бинти Абизар. Фама бинти Абизар. Абу Зардтың қызы не деген керемет қыз дейді. Тауғу абихи ва тауғу уммихи. Анасының және әкесіне бойсұнатын не деген керемет қыз дейді. Милау кисаиха, яғни ол Абу Зардтың қызының ерекшелігі, ол кісінің дене бітімі көркем, әдемі болған дейді. Және бұл жердегі сөз арабтарда әйел кісінің кішкене салмағы болуы, артық салмағы болуы мақталатын сипат. Және Абу Зардтың қызы осындай сипатқа ие болған. Сөйтіп оның әлгі әйел мақтап жатыр Абу Зардтың қызының көркемдігін, әдемілігін. Ғойзату жаратиха, яғни бұл Абу Зардтың қызы өзінің күйеуінің басқа әйелдер болатын болса, солар қызғанатындай, басқа әйелдердің ашуын туғызатындай қыз дейді. Неге дейтін болса, өйткені әдемілігі, көркемдігі ерінің тек қана соған қарап, басқа әйелдеріне қарамайтындай деңгейде көркем қыз деп сипаттайды. Негізі осымен болу керек еді ғой. Енесін айтты, баласын айтты, қызын айтты. Жоқ, бұл әйел кісі соншалықты жаңағы Абу Зардқа деген құрметі соншалық, сөйтіп айтады. Жарият Абизар, Абу Зардтың қызметшісі. Фәмә жарият Абизар, Абу Зардтың қызметшісіне деген керемет күң әйел дейді. Лә табусу хадисен тәтфисен. Және бұл күң әйелдің ерекшелігі адамдардың арасында сөз тасырмайтын әйел дейді. Сөз тасырмайды, үйде болған оқиғаларға тасырмайтын адам дейді. Кейбір жерлерде кейбір адамдар бір басшылардың қол астында қызмет істеген кезде хабарлар жан-жаққа тасып жүретін адамдар болады. Және Абу Зардтың несі болатын болса, қызметші әйел болатын болса, онда емес дейді. Яғни сыртқа сөз тасымайтын әйел дейді. Тунаффису миратана танфисен. Және айтады, бұл күң әйел ерекшелігі үйдегі тамақтарды көгерт жермей, сасытып жермей, бұзып жермей, тамақтарға ұқыптылықпен қарайды дейді. Әрбір берген, әкелген нығметтерге, азық-түліктерге соны өзіне ұқыптылық қарап, сақтап тұратын, құр ысырапқа апармайтын әйел дейді.
ولا تملأوا بيتنا تعشيشا. Және бұл күң әйел, қызметші әйел, үйін тазалығына өте қатты қарайтын еді. Үйін тазалық тап-таза қарап, үйіміз жаңа құстың ұясы сияқты шашылып жатпайтын, тап-таза өте керемет қылып ұстайтын әйел деп соқтайды. Және ары қарай әйел сөзін жалғастырады. Қалат хаража Абу Зар вал аутабл тамхаду. Бір күні Абу Зар шықты деді сапарға. Енді сапарға шықты дегенде сауда мақсаттарымен, тағы да басқа заттармен шыққан дейді. Сөйтіп, сол уақытта Абу Зар сапарға шыққан уақытысы бұл жаңағы сиырларды сауатын, сүттің мол болатын кез еді. Сол өзі ыдысына, енді бізде мес дейді қазақтарда, соған сүттін құйып алып сапарға шығады дейді. فلقي امرأة معها ولدان لها كفحتين يلعبان تحت خصرتها برمانتين. Сөйтіп сапарға шығып, жаңағы Абу Зар сапарда бір әйел кездестіреді дейді. Әлгі әйелдің қасында екі кішкентай гепард сияқты деп келеді, фахт араб тілінде. Сондай бір екі жас баланың, кішкентай баланың ойнап жүргенін көреді. Әлгі әйелдің омырауымен ойнап отқан екі баланы көреді. Осыны Абу Зар көргеннен кейін әлгі әйелге көңіл ауып, жаңа Абу Зардың әйелін фатталлақани талақ береді. Накахаха, сөйтіп әлгі екі баланың анасы болған әйелге үйленеді. Енді осы жерде Абу Зардың не үшін үйленуіне қатысты ғалымдар мынандай пікір айтады. Себебі арабтарда бір әйел жаңағы әдемі, сондай бір мықты балалар дүниеге алып келетін болса, ері де осындай әйелден осындай бала сүйгісі келіп, соған үйленетін болған дейді. Сол Абу Зардың да осындай істеуінің себебін осылай деп ғалымдарымыз түсіндіреді. Сөйтіп, әлгі әйел кісі айтады: Абу Зардан кейін мен дейді, фанакахту бa'да хуружан сариян. Мен Абу Зардан осылайша ажырасқаннан кейін, маған талақ бергеннен кейін, мен барып басқа бір кісіге тұрмысқа шықтым дейді. Рокиба шарая. Кейіннен бұл ер кісі маған көптеген ерліктер істеді. Маған астыма көлік алып берді, ат берді, көлік берді, бәрін маған мінгізді. Ахоза хатая, яғни маған керек болған заттардың бәрін берді. Және бұл жердегі хатая деген мақсат не деген сөз болса, бұл хатая деген сөз, бұл Оман, қазір Аман мемлекет жақтағы көп жағдайда әлгі найзасы төмен танылған елді мекен, сол жаққа мені алып кетті дейді. Ароха алия ниаман сарая. Және маған өте көптеген нығметтерге бұл кісі бөледі дейді. Ибл бақырул ғанам, яғни қой болсын, жылқы болсын, сиыр болсын, түйе болсын, көптеген нығметтер берді дейді. Ағтани мен күлі райхатин заужан. Және керек болған ердің қандай беру мүмкін болған жақсылық болатын болса, соның бәрін берді дейді. Қала және маған айтады, күли умми зара мира әхлик. Және айтады дейді, ей Абу Зардың анасы, қалағанша мені же, және артылғаны өзінің төркіңе, өз отбасыңа апарып беріп айтып. Жалпы ерлерде де көп жағдайда әйелінің қайын жұртына тамақ беру ол келіспейді, аз сирек кездесетін дүниелердің бірі ғой. Ал бұл кісі болатын болса, Абу Зардың әйеліне өзінде және қалғаны өзің отбасыңа бер, төркіңе бер деп шақырады. Жаңа әйел айтады, фалау жамағат күллі шей ағтони ма балаға асқара әниетін Әби Зар. Осылайша осы күйеуі маған қанша нығметке бөлесе де, қанша дүние берсе де, бірақ Абу Зардың берген кішкентай ыдысындағы берген нығметтеріне кемейді деп әлгі әйел кісі осылайша айтады. Осылайша осы қисса бітеді. Қисса біткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі әйелдің сөзін тыңдап отыр. Айттық қой хадистің басында, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кешке қарай отырып әйелмен сөйлесіп отыр. Айша анамыз айтады: Инна Расулуллахи саллаллаху алейхи қала лаха, пайғамбарымыз айтады: Кунту лаки ка Аби Зар ли Умми Зар. Ей Айша, мен саған Абу Зардың Умму Зарқа қалайша жақсылық істеген болса, мен тура сондай саған болдым деп айтады. Және бұл хадисте ары қарай имам Бухари деген риуаяттарда пайғамбарымыз айтқан сөзі, тек қана мен саған талақ беремін деп айтады. Енді осы жерде біз мән беретін нәрсеміз, қарасаңыздар, Абу Зар өзінің әйеліне қалайша қанша нығмет, қанша жақсы істеген болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Айша анамыз осылайша жақсылықтар істегенін айтады. Және пайғамбарымыз шынымен де сөздерінде Айша анамыз дәрежесін көтерген еді. Айшаның басқа әйелдердің артықшылығы,
сарид деген тағамның басқа тағамдар артықшылығы сияқты деген, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп аллахтың елшісі сіз кімді жақсы көресіз дегенде мен Айшаны жақсы көремін деп айтуы, Айша анамыздың дәрежесін көтеруі, тағы да үлкен нығметтердің бәрін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы Айша анамызға берген болатын. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Зар қалайша әлгі әйелге жақсылық істеген болса, мен де саған солай жақсылық істедім ғой деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан болатын. Және тек қана бір ғана айырмашылық, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айшаға талақ бермейтіндігін және Айшаны тастап кетпейтіндігін айтқан болатын. Және осы жерде біз хадиске мән беріп қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның біз байқайтын нәрсе, әйелі мен бала шағасы отбасы көңіл бөлуін байқаймыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кешке қарай қанша жұмыс болса да, алла елшісі бізбен сіздер сияқты адам болды. Алла елшісінің күнде істейтін жұмысы өте көп еді, бірақ сонда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отбасына уақыт тауып сөйлескен. Бұл да бізбен сіздерге бала шағамызға, отбасымызға көңіл бөлудің бір көрінісі. Және тағы байқағанымыз, түнде отырып кешке қарай негізі дінімізде құптан намазынан кейін ұзақ отыруды тыяды, бірақ әйтсе дағы пайда үшін, отбасына көңіл бөлу үшін кешке қарай әңгіме өрбітетін болса, оның біз пайда екенін білеміз. Әсіресе ол іс-әрекет егер біздің отбасымызда адамдардың көңіліне, жүрегіне қуаныш сыйлайтын болса. Және байқағанымыз, ер адам өзінің әйеліне қаншалықты көңіл бөлетін болса, жаңа айттық қой сіздерге, кім Абу Зар өз әйелін не істеген еді? Әшекейге толтырған еді. Ішіп жейтін тамақ алдына қойған еді. Киетін киім, мінетін көлік, қандай зат болатын болса, соның бәрін алдына үйіп төгіп берген еді. Осыған қоса айтады, ер адамның өзінің отбасына жақсылық істеуі, ол шариғатта әрқашанда мақталатын амалдардан деп. Сол себепті осы айтылған, түсінемін, хадис ұзақ, бірақ әйтсе дағы біздің айтқымыз келген нәрсе, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің отбасымен істеген мәмілесі баршамызға үлгі болып, шынымен де бір мен әйелмін, мен ермін, қалайша отбасымды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне сәйкес ұстағым келеді дейтін болсақ, осы оқиға біз бен сіздерге бір мұсылмандық отбасының, осы алла елшісі әкелген дінді ұстап жүрген мұсылмандар ретінде отбасымыздың қалай болғанын қалайтын болсақ, осы оқиға иншалла бір жәрдем беретін ойдамыз. Алла субхана тағала баршамызға отбасымызбен, ағайындарымызбен көркем түрде қарым-қатынас істеуді нәсіп етсін. Ақыры дауана инальхамдулиллахи роббил алямин.